Сәлем баршаңызға. Біз сабақты жалғастырамыз. Әлде де біз түп санамен сөйлесіп үйреніп жатырық. Түп саналы түрде сөйлесу дегеніміз денеден жауап алу. Яғни біз түсіндік, что түп саналы жағымыз біздің ішкі әлемімізді, ішкі жан дүниеміз. Яғни саналы түрдегі құндыз және түп саналы түрдегі құндыз деп бөлдік та. Кімге қалай қандай сөзбен сөйлесем болады да? Ғазизжан дейм ба, төсік дейм ба, түп сана дейм ба, жаным дейм ба, Құдай, Алла тағала дейм ба, не дейм деген сияқты сұрақтар келді. Қалауыңыз бойынша айта беріңіз. Мен тоже қалауым бойынша айта беремін. Ешқандай бұл жерде маңызы жоқ. Главное, сіз білесіз, что сіздің ішіңіздегі өзіңіздің ішкі әлеміңізге обращайтесь, соны білесіз. Соған қарап тұрсыз, содан жауап күтіп тұрсыз. Ішкі әлемде мен жаным деп те сөйлеймін, я жаным деп сөйлеймін. Орысша в основном мое подсознание деп айтамын да. Себебі біз білеміз, что подсознательная часть, түп саналы бөлшегіміз, ол ішкі құндыз, жан ол деген Құдай бітірген, сондықтан Құдайдың бөлшегі. Получается, мен даже кейде Құдай, Алла тағала деп те айта беремін да. Мен оған қатты көңіл бөлмеймін. Именно қандай сөзбен айту керек деген нақты ереже жоқ. Главное, сізге мен айтқым келгені, адам екі бөліктен тұрады. Саналы түрде, ол ми жағы да, сосын түп саналы түрде. Түп саналы түрдегі жағымызды қайтып атасаңыз да, енді өзіңіз білесіз, әркім әрқалай айтады. Бірақ мен өзім сізді үйретіп отқандықтан, мен өзім не деп айтатынымды өзімнің тәжірибеммен бөлісіп отырмын. Кейде жаным деймін, кейде я Алла тағала Құдайым деймін. Потому что сол бәрі бір мағына, мен үшін бәрі бір мағына. Ішкі әлем деген сөз, түп саналы түрдегі барлық менің әлемдегі ішімдегі заттың барлық информация сол жерде да. Сондықтан солай. Енді теперь теңіз жағасындағы медитациядағы сөздерді қағазға түсіру керек па? Түсіріңіз, и ол үлгі. Сіздерге да истина последней инстанции емес, жай ғана үлгі. Осылай, осы мәнермен сөйлесуге болады деген сөз. Яғни сіз өзіңіз таңдайсыз. Жаңағы үлгіні образецті аласыз да жазыңыз. Сосын сол жерге өзіңіз қалай сөйлесетін едіңіз. Әркімнің өзінің тілі бар ғой. Әркімнің өзімен өзінің іште сөйлескен кезде бір мәнері бар. Да, ол индивидуальность, ол сондықтан тура менің сөзімді солай қайтала, бұзба деп айтпаймын. Сондықтан жаңағыдай жаным, білмедім, кешір деген сияқты нәрселерді өзіңіздің ретіңізге келтіріп алыңыз. Теперь, қандай сұрақ болды тағы да? Тыңдадым, сенікі мен де тыңдадым, теңіз жағасындағы медитацияны бөлек, ютубтан, интернеттен алған, сөзі жоқ медитационный музыкаларды қойып, өзімше сөйлестім, 1-2 ретті. Ешқандай белгі болмады. Мне кажется, ол маған типа келіспейді деген сияқты да. Келіседі достар, себебі мен өзім айттым ғой, Питерде, Москвада оқыдым деп, сояққа барып оқыған кезде адамдар денесімен сөйлестіріп сол жерде үйретті. Яғни офлайн форматта да. И сол жерде 10-15 минуттың ішінде сөйлесіп жатқан адамдар да болды, ответтерін алып, менде болмады. Но сол кезде мен де сөйтіп ойладым, что мен де өйтіп денемен сөйлесе алмайтын шығармын. Оның деңгейлері мықты екен, мен қанша сөйлессем де видимо, менің ішімде ондай жоқ деген сияқты да. Құдірет күш. Ондай құдірет күшті, ондай ішкі әлемді маған, наверное, Құдайым бермеген шығар дегенде ойлар болды да. Мен бір осылай жасап кете беру керек шығармын деген сияқты. Бірақ ол жерде тоже айтылды да, мен де үйреткен адамдар, это нормально, надо просто постоянно делать деп айтқан. Яғни сіз қайта соны істеу керексіз.
Сіз оны қайта-қайта істейсіз. Бір мәрте деген ол өте аз. Мен өзім 3-4 ай бойы жүрдім. 3-4 ай бойы мен видео сабақтарды қайта-қайта қарап, қайта-қайта қолымнан, денемнен жауапты күттім, бірақ болмады. И менде бір сенімсіздік болды, қорқыныш болды да. Бірақ кейін соның барлығын андай қорқыныштарды өзімен сөйлесіп айттым. Я там жаным, мое подсознание, я знаю, что ты боишься, деп, в основном орысша үйренгесін мен орысша сөйледім да. Сен менен қорқатын шығарсың, сенен мен қанша жыл бойы көңілім алмадым, көңіл бөлмедім, енді игнор болды, бар екеніңді білмедім, кешір, кешір, мен деген кінәлаймын да, сені кінәладым, себебі өткен тренингтерімде барлық кітаптарымды не оқысам да, кімді тыңдасам да, барлық айтады. Это несознательная часть, саналы түрде. Бәрін автоматта бейсаналы түрде істейсіздер. Ол саналы түрде, конечно, ешкім ондайды қаламайды. Өміріңіздің жаңағы сіздің қалауыңызша болмай жатқанның барлығы түп сананың кесірінен деп айтады. Сосын сіз не істейсіз? Автоматты түрде түп сананы кінәлайсыз. Мен саналы түрде ешқашанда ондай өмірме мұндай қайғылы жағдайлар, осындай өмірді тартпас едім. Менің басым жасайды ғой, түп сана бәріне кінәлі. Жаман заттардың барлығын жиналаған бойына, еще соны тазалап алып тастайын десем, блогымды менімен байланысқа шықпай отыр, мен денем мені жек көреді, менің жаным деген мені кешіре алмай отыр. Сондай бір какой-то автоматты түрде біреуді әйтеуір баяғыда жертва әдеті бойынша біреуді әйтеуір кінәлап тастау. Жауапкершілікті ни в коем случае өзіңнің мойныңа алмау да. Жауапкершілікті алмайсың, хочется сразу жаңағыдай дене, как только ответила, сразу сөгіп тастағың келеді. Міне шығып атсың ба, ен сөйлеп атсың ба, ен не дейсің маған, кәне не тығып қойғансың бауырыңа да, не тығып қойғансың әлеміңе, неменеге бұның бәрін ұстап отсың да, ренішті немене ұстап отырсың, лақтыр бәрін деген сияқты бір іштегі бұл жерде байқаңыздар, именно өзіңізге деген да, тапсаналы түрдегі құндызға киіп ренжу. Сондай мәселе болғандықтан, іште именно өзіңді кешіре алмағандықтан, өзіңді жақсы көрмегендіктен, өзіңді түсінбегендіктен, түсінгің келмегендіктен, сосын сана жауапкершілікті алғысы келмей тұр. Да, кезінде, потому что түп саналы түрдегі программаларды сана жазды. Да, как бы не крути, оны кейін айтам, қалай жазылатын, установка убеждениялар, программалар вообще түп санада қайтып жазылатын. Екі түрі бар, да. Екі түрі бар, оны басқа сабаққа қалдырайын. Дәл қазір мен сізге оны мен тастай қылтып, әдемі қылтып түсіндіріп беремін. Бірақ ол информацияны білмей тұрып, сізге міндетті түрде денемен сөйлесіп алу керек. Денемен сөйлестіңіз деген сөз, денеден жауап алдым деген сөз, түп саналы түрдегі жауапты алдым деген сөз, ертең любой проработкаңызде нәтиже келеді. Бір проработка жасадыңыз, келесі күн нәтиже алатын жағдайға жетесіз. Сөйтіп мен 3-4 ай бойы жүрдім, постоянно медитацияның мелодияларын қосамын, сөзі жоқтар болады ғой, ютубта болсын, интернетте болсын, солардың барын қостым, и просто сол ойнап тұрады наушникте, ешкім жоқ айналамда, ешкім жоқ айналамда, тыныш жерде өзім, үйде өзіммін деген сияқты сондай әдейі уақыттарымды аламын да, и дауыстап сөйлесем. Іштей, миша емес, дауыстап сөйлесем. Дауыстап сөйлескенде жаңағы сөздер, кешір, мен сені кінәламайтын болам. Қорықпа, мен жауапкершілікті өз қолыма алам. Кейін сөйтіп істей бастадым. Сразу емес. Сразу я хотела, ну-ка давай отвечай. Давай, я тебя игнорила. Давай мен денемді қозға, давай. Деген сияқты нәрсе болды да, міндетсініп, как будто бы долженствование. Тек сразу ответ берсе, жаңағыдай сөккің келіп, сен виноват, немене ұстап отырсың, жібер деген сияқты бір нәрселерді айтып деген сияқты. Іштей ренішім өзіме деген өте көп болды. Сондықтан имейте в виду. Адамдарға хабарласқаннан кейін ол кісілер айтты.
сөздерді қос деді. Мен кінәламайтын болам, жауапкершілікті өз мойныма алам. Дәл қазіргі менің өмірімде болып жатқан әр сферада нәтиже менің өз қолыммен жасап отқан жағдайымда. Мен кезінде сол программаларды өзім саналы түрде жазып қойдым. YouTube сана соншалықты сізді сыйлайды, соншалықты сөйтіп жаратылған, что сананың бір айтқан сөзін мүдірмей орындайды. Слишком сильно уважает деді. Сондықтан ол сізден рұқсат алмай, сізбен сөйлеспей, сіздің алдыңыздан өтпей, өзімен өздігінен мынау керек емес, мынау керек деген сияқты нәрселер істемейді деді. Сіз оған қалай өзіңіз кезінде жаз деп айттыңыз, солай келіп, енді өшір, енді жаз, қайта жаз деген сияқты бұйрықтар сияқты болу керек деді. Чистка саналы түрде, сана келу керек өзі, сана өзі көру керек іште не бар екен. Сөйтіп айтқанда, сондықтан пока сана жауапкершілікті алғысы келмей тұрса, значит, түп сана оны сезіп жауапқа шықпайды деді. Сондықтан, достар, сөздеріңізде, дауыстап сөйлескен кезде күнделікті, күніне 2 рет болсын, осындай сұрақ болды. Күніне қанша рет жасау керек те, қанша жасағыңыз келеді сонша. Себебі мен соңғы рет Куалада болған кезде, Малайзияда жасап жүрдім де, кейін менен бұрын ұштым, білесіздер да. Мен содан кейін неге бардым? Сеулда болдым 5 күн, как раз мен 5 күн бойы жалғыз өзім болдым. 5 күн бойы жалғыз өзім отельде тамағымды шығып ішемін, болды, келем, сосын сөйлесе берем, музыканы қойып қоям, бөлмем жайлы, көңілім тоқ деген сияқты. Сөйтіп мен 4 сағаттан сөйлестім, 2 сағаттан сөйлестім, ол андай емес, 1-2 минуттан кейін деп күтіп отпайсыздар, біліңіздер, өте нежно, өте жақсы обращайтесь, да, жаныңызбен дұрыс қарым-қатынасты орнатыңыз. Сосын 4-5 сағаттан, сол кездерде, соңғы кезде хабарласқан кезде, неге менде не получается деп қайта жазған кезде, солай болды, жауапкершілікті ал, өзіңді кешір, жауапкершілік кезінде сана барлығын жазып қойды, ол сен тыңдайтын сондай үлкен құдіретті күш, бірақ сен қазір соған атылайын деп отқасын, дайын емес деп шықпайды, сондықтан өзіңе жеткіз деп. Мен айттым, Құндыз, мен деген жауапкершілікті өз қолыма өзім аламын. Осыған дейін түп саналы түрде сен жақта тұрған бүкіл информация, бүкіл блог, бүкіл программа, барлығын кезінде өзім жаздым. Қазір мен қайтадан соларды реставрация жасап, ревизия жасап, тазалық жасап, қайтадан не бар, не жоқ деп түгендеп, тазалыққа қайтадан кіріп, сенімен байланысқа шыққым келіп тұр. Барлығы сенің қолыңда отырғанын білем, сондықтан мен бәрін түсіндім, мені кешір, солай деп айттым. Сол кезде ғана барып маған жауап келді. То есть мен оны дауыстап айттым, жауапкершілік алмайды. Мен қазір сен жауап берген кезде де мен сені никогда кінәламайтын болам. Ешқашан кінәламаймын, қорықпа. Сосын не дедім? Алдағы уақытта проработка жасап, керек емес блоктарды саған көрсетіп, наны өшір, наны қалдыр, ананы қалдырма деген сияқты әңгімелер айтқанның өзінде де нәтижені неге маған тез бермей жатсың деп кейімейтін боламын, ренжімейтін боламын. Оның барлығы моментально сен соны өміріме тартып атқаныңды ұғатын боламын. Мен неге кешігіп атсың, неге тез емес деген сияқты ұрыспайтын боламын. Сөз берем деп сөз бердім. Сөз бердім. Сосын сондықтан да, достар, ертең сіздер ақшаға, денсаулыққа, басқасына, карьера жағыңызға, жұмысқа, үйдегілерге, өзіңізге деген материальный жағыңызда, сондай жақтың барлығына белгілі бір мақсат қойып, точка Б-ға жеткіңіз келген кезде,
Ондай кезде тез орындалмай жатса, оған түпсана кінәлі емес. Соны ескеріңіз, соны